Махатма Ганди атындағы нөмірі 92 мамандырылған лицей ұсынады. 10 тамыз қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың туған күні. Біз биыл ақынның 175 жылдығын тойлап отырмыз. Осыған орай ұйымдастырылған Абай ғибраттары атты эстафетаны қабылдап, ары қарай жалғастырамын. Абай атамыздың шығармалары үлгі-өнеге, тәлім-тәрбиеге бай. Сондай шығармаларының бірі 19-шы қара сөзі. Сіздердің назарларыңызға ұсынамын. 19-шы қара сөз. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниенің жақсы жаманын таниды дағы. Сондаймен білген көргені көп адам білімді болады. Естілердің айтқан сөзін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілердің айтқанын естіп біліп, жақсыны ескеріп, жаман дегенінен сақтанса, сол іске жарайды. Соны адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып тыңдаса, не естіген жерде қайта қайырып, ұғыну үшін тұшынбаса, не яки сол сөзді түсінген кезде шыға келе қайттан өз қалпына кетсе, естіп, естімей не керек? Осындай сөзді түсінбей тұғын, танымай тұғын, елге сөз айтқанша өзіңді танитын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сондай сөз болады.